Сәлем достар, бүгін бралет тігу мастер-классыма қош келдіңіздер. Мастер-класс барысында бралетті өз размеріңізде пішіп және де тігіп үйренесіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ендеше сізге сәттілік, біз бастаймыз. Бралетті тікпестен бұрын өлшемдерімізді алып аламыз. Суретте көрсетілгендей өзіңізді өлшеп алыңыз. Төстің ортасынан бралеттің биіктігі фасонға байланысты өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдап аласыз. Менде 17 сантиметрге тең болды. Екінші мерка төстің астынан саусаққа дейінгі арақашықтықты өлшеп аламыз. Менде 9 сантиметр болды. Үшінші мерка төстің ортасынан төстің бітетін жері, нақтырақ айтқанда бюстгальтердің косточкасын бітетін жеріне дейін өлшейміз. Менде 19 сантиметрге тең. Соңғы өлшем полный обхват төстің астынан өлшеп аламыз. Менде 72 сантиметрге тең. Барлық өлшемдерді суретте көрсетілгендей өлшеп аламыз. Енді сызбаға кірісейік. Алдымен бізге бірінші мерка қажет. Оны ақ қағаздың оң жақ шетімен жүргізіп аламыз, өлшеп точка қоямыз. Енді үшінші өлшемімізді аламыз. Ол 19 сантиметр. Бізде 19-ды 2-ге бөлеміз. Тең болады 9-да 5. Ол меркіні аламыз. 9-да 5-ті қағаздың оң жағынан сол жағына астынан жүргіземіз. Енді үшінші меркамызды аламыз. Ол менде 9 сантиметр. Оны видеодағыдай жоғары жүргіземіз 9 сантиметрді. Және де ең алғашқы точка мен мына соңғы точканы бір-біріне қосамыз. Пайда болған бұрышқа овал сызамыз. Дугообразный. Біздің выкройкамыз дайын. Оны біз кесіп аламыз. Бізге бұның екеуі қажет. Екеуі не себепті қажет? Біз оны бір-біріне қазір қосамыз да примерка жасаймыз. Мен сіздерге үлгі ретінде шашқа кигізіп көрсеттім. Орта жағы шошайып тұрмау керек, барлығы гладко жату керек. Егер шошайып тұрса, соны өзгертіп қиып тастаймыз. Бізге қажетті материалдардың барлығын описаниясына жазып кетемін осы видеоның астында. Енді лекаламызды бастапқы қалпына келтіреміз, 2-ге бөліп аламыз. Кружевамызды жайып, лекаланың түзу жерін кружевадағы фестонның шетіне қоямыз. Астына 1 сантиметр тігіске қалдырамыз. Және де овал жеріне де 1 сантиметрден қалдырамыз. Линейка мен маркер для ткани қолдансаңыз өте ыңғайлы болады. Міне бір бралетіміздің жартысы осылай шықты. Енді бізге дәл осының 4-еуі керек. Біз бұны дублировать ету үшін фестондарымыздың суреттері сай келу керек, соған қатты мән беріңіздер. Мінекей барлығын қиып дайындап алдық. Енді тігуге көшеміз. Алдымен мына жерді оверлоктап аламыз. Оверлоктың соңғы 2 жібі кружеваға сәйкес келу керек түсі. Тікпес бұрын қайтадан суреттердің сәйкестігін қарап аламыз. Инелер кедергі жасамау үшін видеодағыдай түйреп алсаңыздар болады, немесе қолмен жіппен тігіп алыңыздар, сосын оверлоктаңыздар. Бірақ та қолмен тіккен жібіңіз басқа түспен болу керек. Мінекей тігісі осындай аккуратно шықты. Енді жақсылап үтіктейміз. Бізде мынандай лифт пайда болды. Біз оны үтіктедік. Алдымен осы қалпында, сосын осы шовты солға қарай бет жағынан тағы үтіктедік, чтобы мына ортасындағы шовтар әдемі жату үшін. Бірінші астына пояс тігеміз. Ол поясты тігу үшін бізге мынандай бретелечный резинка қажет. Бретелечный резинка дейтін қандай болады? Бір жағы глянцевый, екінші жағы андай махровый болады. Бұл денеге жақсы жату үшін махровый. Бізде обхват 72 сантиметр. Бірақ бізде резинка созылатын болғандықтан біз 72 алмаймыз, ол бізді ұстамай қалады. Одан 65-7 сантиметр. Мен қазір 7 сантиметр алып тастаймын. 65 ғана болады. Біздің мына застежкамыз бар. Осы застежканы тігуге біз дополнительно сол 65-ке 3 сантиметр қосамыз.
бір жағына және де екінші жағына, получается тағы 6 сантиметр қосамыз. Онда біз 71 сантиметр қылып, бірінші мен 71 сантиметрді алып алайын. Застежканы оң жаққа саламыз. Не глянцевый жағының оң жағына. Получается, на застежка, кстати, төмен қарап тұру керек. Ой, наоборот. Мен былай тығамыз. Ой, застежканы саламыз. Сосын мына шығып тұрған 3 сантиметр болу керек. Жаңа біз 3 сантиметр екі жағына қостық қой, соны аламыз да. 3 сантиметр. Осыны түйреп қоямыз. Енді енді екінші жағында то же самое 3 сантиметр болып түйреп қоямыз. Бұй өлшеп алуымызға болады. 3 сантиметр түйреп алдым. Дальше біз осы резинканы екіге бүктейміз, бұлай центрін тауып аламыз. Міне, түйреп алдым, я. Тағы да мына екі шеттен алып, бұл центрге жібереміз. Не себепті? Бұл жерде бізде міне бралеттің ортасы басталады да, осы жерден аяқталады деген сөз. Бұл жерде де түйреп аламыз. Так, енді міне түйреп алдым, я. Екінші жағы то же самое. Енді біз бұл резинканы бралетке тігуіміз керек. Оны қалай істейміз? Алдымен бралетті теріс қаратып аламыз. Енді мына теріс жағына бір-біріне былай жату керек. Ортасын белгілеп қойдық қой. Енді бралетті бір-бірінің үстіне қоямыз, осылай где-то 0,3 сантиметрге ұстап тұрып, мына резинка бізде 1 сантиметр. Сол астынан шығып кетпейтіндей қылып 1 сантиметрін ұстаймыз да, түйреп аламыз ортасын. Келесі, мына шеті бралеттің бітетін жерін тоже белгілеп қойдық, оны да мында түйреп қоямыз. Екінші шетінде дәл солай түйреп аламыз. Қарап тұрсаңыз, мына резинка бізге бет жағының мен қарап жатыр, то есть глянцевый жағы бізге қарап тұр, бралет теріс қарап тұр. Осылай тігіп аламыз алдымен. Так, тігу барысында тағы айта кететінім, резинканы тартып отырып тігеміз. Осылай. Қаншалықты тартамыз, я? Мына резинканы қатты тартпаймыз. Мына бралет қалай жатыр, осы бралеттің ұзындығына ғана тартамыз. Бұлай. Және де тігу барысында мына бралет бұлай шығып кетпеу керек. Бүйтіп ровно мына резинканың бойымен бірдей тігуіміз қажет. Так, қазір тігетін кезде біз қай жермен тігеміз? Резинкамыз, бралет. Біз мына шетімен тігеміз. Получается, оң жақ шетімен тігеміз, резинканың. Мына зигзагымыз, қазір зигзагпен тігеміз, мына жақта жүру керек осылай. Мен қазір обычный зигзагпен тігемін, ол менде міне 6-шы номер неде. Біз оның зигзагтың ұзындығы 2,5, ширинасы 3. Настройкаға қойып алыңыз. Машинкеге қалай қоямын? Мен қалай қоямын қазір? Себебі біз қазір мына резинканың мына шетінен тігеміз. Зигзаг. Так, ыңғайына қойып алдым. Қалай қойдым міне? Лапканың бойында мына резинка шетінде жүреді, мына ішіндегі рамкада осы жерден басталады рамкадан. Түсіремін. Жайменен бастаймын. Так, тіккен кезде осылай резинканы тартып отырып тігеміз. Так, міне ар жағында мен мына резинканы ұстап тұрмын. Бер жағында мына резинкадан лифттің мына бралеттің бойымен тартып отырып тігемін. Тағы да бір қарап отырамыз, мына олай шығып кетпеу керек. Резинканың бойымен жату керек осылай. Егер қорқсаңыздар, осылай жаймен тігіңіздер. Сол кезде аккуратно шығады. Лифтті тағы да қадағалап отырамыз. Мына жақтан тек тартып отырған қайсы болса, бүйтіп ұстап жаймен басқа саусақтарыңызбен басып отырып
тіксеңіз де болады. Міне біздің шов осылай шықты. Көрдіңіз бе? Шетінде тұр. Міне біздің бралет, теріс қалпы. Енді мына сәл-сәл шығып тұрған кружеваны қиямыз біз. Лишний жіптерді алып тастаймыз. Түбінен емес, міне сәл-сәл мына резинкадан шығып кетпес үшін қиямыз. Енді мына резинканы біз былай қайырып тігеміз. Сонда біздің міне лицевая сторона, бет жағы бізге былай әдемі болып қарап тұрады. Тіккен кезде тағы да мына лиф мына резинкадан шығып кетпеу керек. Получается, осылай аккуратно тігеміз. Ендігі тіккеніміз біз лицевой стороны тігеміз ғой. Мына астындағы шовты тігіп болдық, енді үстіне тігеміз дәл солай. Жіпті артқа мында қойып аламыз. Ұстаймыз. Дәл бағанадағындай тартып отырып тігеміз. Тартамыз да, былайырақ тартамыз. Сол кезде астынан шығып кетпейді. Міне бізде осындай әдемі керемет шов шықты. Почти дайын. Мына резинкаларды закреплять ету. Мына жағын зигзагпен тігеміз қазір. Мына жағын зигзагпен. Бұны біз бірге қоямыз, ширинасы, ұзындығын тоже бірге қоямыз. Енді обязательно жіпті ұзынырақ артқа шығарып аламыз. Астыңғы жіп пен үстіңгі жіпті. Ол бізге оны тартып отырып тігуге көмектеседі. Мына жіпті бүйтіп тартып отырамыз. Бірінші түсіреміз да, 1-2 шаг жасаймыз, закрепка беріп. Все, инен алып тастаймын. Енді мына жіпті тартып отырам артқа. Екі шетінен былай ұстап отырам. Все, артқа беремін, енді артқа жүремін. Енді тағы да алға. Все, осы жерге закрепка жасаймыз. Керемет, енді артығын қиып тастаймыз. Артық жіп және де мына артық резинканы. Бізде осылай қалады. Тап-таза тұру керек осылай. Дәл осылай екінші жағында тігеміз. Міне. Енді бізде міне осылай тұрады. Енді бретелька тігеміз. Бретелька тігу үшке қайтадан бретелечная резинка қажет. 37 сантиметрден екеу алып аламыз. Есептейміз. 37. Дәл осылай екіншісін аламыз. Енді бұған бізге мынандай регулятор керек. Сосын осындай екі дөңгелек керек. Так, регуляторда 37 сантиметрлік резинканы аламыз да, мына ортасындағы темірге өткіземіз. Міне, глянцевый жағын саламыз. Және де қайтадан саламыз. Бағанадағыдай 3 сантиметр осылай тігіп шығамыз. Мына застежканы тіккен. Так, закрепляем. Бізде бұл біреу, және де екіншісі. Дәл солай. Дәл осылай тігіп шығамыз. Және де мына кружочка кольца не үшін қажет. Менде бар қалғаны осы. Негізінде бізге осындай 8 сантиметр екі резинка қажет. Менде бұл қазір так 9 сантиметр. Осыны экономдап істей беремін. Менде амал жоқ, себебі резинкам бітіп қалды. Оны екіге бөліп аламын қазір. Ал сіз 8 сантиметрден алыңыз. Екі осындай 8 сантиметрлік резинка аласыз да, кольцаға кигізіп аласыз. Дәл бағанадағыдай 3 сантиметр сгиб жасайсыз. Мен максимально қолданамын, менде 3 сантиметр шықпайды менде. Осылай.
Так, енді бұның барлығын тігіп шығамын. Екі мынандай резин кольцамен екеу. Біздің бралетті аламыз. Бралеттен мына басталған жерінен екі шетке 6 сантиметр өткіземіз. Міне, мен 6 сантиметр алдым. Екінші жағынан дәл солай. Мына дөңгелекті алып, осы 6 сантиметрден соң қоямыз. Осылай. Мына асты шығып кетпеу керек, ровно осы резинканың бойымен тұру керек. Кстати, қойған кезде глянцевый жағы бізге қарап тұру керек. Мына тігіс жағы ішке қарап тұру керек. Екінші жағында. Енді осыны тігеміз. Дәл жаңағы зигзагпен 2 шов болу керек. Мына түбінде, екінші мында. Застежка, кольца қойдық. Бретельканы қалай қоямыз? Міне. Мынау теріс жағы, который махровый. Махровый жағынан кигіземіз. Неде? Мына рамкаға кіргіземіз. Міне бір кіргіздік, сосын екінші мына рамкаға, екінші рамкаға кіргіземіз. Сразу же. Осылай тартамыз. Енді осы үстін айналдырып алмай, мына лифтін үстіне тігеміз. Мына жерден бізде 1,5-2 сантиметр шығып тұруына болады. Үстіне зигзагпен тігеміз. Қалай 2 рет тіктік, міне былай 1-2, дәл солай 1-2. Бұл жерін тігеміз. Артық жіптерді қиып тастаймын. Мінекей бралетіміз дайын болды. Егер де осындай видео уроктардың шыққанын қаласаңыз, видеосына пікір қалдырып, үлбілдеріңізді аямаңыздар. Және де подписаться етуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған Гүлфара Жақып. Көріскенше қош сау болыңыз.